Осы ана соғыс кезінде 41 жылы Москваны қазақтар қорғап қалды деген бос әңгіме емес, статистика солай ғой. Соғыс басталған күннен кейін 8 күннен кейін ба Минскіні алады, Белоруссияның астанасы. 22 күннен кейін жаңағы Кишиневті алады, Молдованың астанасы. Содан кейін біраз уақыттан кейін Киевті алады, Украинаның астанасы. Соның октябрьде уже Москваны алғалы жатады. Сол кезде немістердің тұтқынында 5 миллион 800 адам болады, оның 3 миллион 800-і орыстар болады. Москваны қорғауға адам қалмай жатады. Сол кезде осы Қазақстаннан жаңағы 312-ші Ақмоладан, одан кейін 316-ші Алматыдан, 238 бе Семейден 3 дивизия бар, солар қорғап қалған ғой. Сол 3 дивизияның 96% мерт болады сол жерде. Ол жай сөз емес, былай айтып жүрген. Шындығында да солай болған. Орыстардың көбі тұтқында болып, Москвадан офицерлері гражданский киім киіп қашып сөйтіп жатады, адам жоқ болып. Әбден орыстар беріліп, уже біттік деп ойлап жатқан кез ғой.